Кез келген әдебиет арқылы тұтас бір елдің тілін меңгеріп алуға болады. Дәл қазір Абайдың әні арқылы қазақ тілін үйреніп жүрген анкаралық жастар туралы сюжетке зер салайық. Әріптесіміз Серікгүл Сұлтанғажының дайындағаны. Бұл Анкарадағы Гази университетіне арман қуалап келген жастар. Үшеуінің тілі, діні басқа болса да, талантты жастарға ортақ бір қасиет бар. Ол өнерге деген құштарлық. İkinci defa. İkinci. Tamam. 3, 4. Merhaba. Қайырлы таң, менің атым Аймен Садна. Менің досым Кот д'Ивуардан келді. Қазір Гази университетінде бірге оқимыз. Келесі жылы Анкарадағы музыка және бейнелеу өнері университетінде әрі қарайда бірге білім аламыз деп жоспарлап жүрміз. Ünlüyle Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar okuyacağız. Merhaba, ben Мен болашақта университетте музыка бөлімінде оқимын. Қазір тіл үйреніп жүрмін. ve şimdi Tomer'i okuyorum. Сәлеметсіздер ме? Мен Жансағын Жансая. Қазіргі таңда Гази университетінің Төмерінде оқимын. Мамандығым академиялық ән салу. Мен үнемі қазақ әндерін айтып жүремін. Бір күні менің достарым, сен үнемі осы әнді айтып жүресің, бұл қандай ән деп менен сұраған болатын. Ол ән біздің Абай атамыздың көзімнің қарасы әні еді. Музыка ән ешбір тілді қажет етпейтін, көңілмен жүрекке жететін дүние. Жігіттер де қазақ әнінің әуенін жүректеріне қош көрген болар, бірден нотаға түсіріп, екі аспапта ойнап көрген. Бұған тіпті Жансаяның өзі де таңғалған екен. Өздері қызығып, әнін нотаға түсіріп, өздері жатақханада дайындалған екен. Маған бір күні өздері ойнап, осыны біз шығардық деп айтты. Қатты қуанып кеттім. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Biz Cansiya ile Біз көзімнің қарасы әнін Жансаядан үйрендік. Мен қазақша үш сөз білемін. Олар мысық, әдемі және жеуе арналған құрт. Ve ben yani 3 kelimeler Kazakça biliyorum. Mısık ve abaday ve yemek için kurt. Шетелдік азаматтары біздің қазақ музыкасына деген қызығушылығы және оны тыңдап тұрып, оны шығарғандары менің үшін бір мақтан тұтарлық болды. Бұдан кейін де біз осы шығарманы мұғалімдеріміздің алдына көрсеткен болатынбыз. Мұғалімдеріміз біздің түрік тілі мен қазақ тілі кішкене ұқсас болғандықтан мағынасын жақсы түсінді. Жас болса да жігіттердің шығармашылығында қызықты туындылар өте көп. Әсіресе екеуінің орындауында әлемде өте танымал модерн әндердің біразын тыңдауға болады. Un autre accord ici. La mineur. C'est bon? 3, 4.